Үлпілдек. Кішкентай үлпілдектерге арналған канал. Сиқырлы қалам. Баяғы заманда Әли атты бір кішкентай бала болыпты. Ол өте ақкөңіл, арманшыл және сурет салғанды қатты ұнатады екен. Бірақ оның қаламы ескі, бояуы да жақсы шықпайтын. Бір күні мектептен қайтып келе жатып, орман ішінде жарқырап жатқан бір ерекше қалам тауып алады. Қалам алтын түстес, үстінде тілек қаламы деп жазылып тұр екен. Әли қуанып кетіп, үйіне жүгіріп барып, сурет сала бастайды. Ол алма суретін салып еді, дәптерден шынайы иісі аңқыған қызыл алма шыға келеді. Әли таң қалып, бұл сиқырлы қалам екен, деп қуанып кетеді. Содан бастап ол не салса, сол шынайы өмірде пайда бола бастайды. Үй жануары, ойыншықтар, тіпті кішкентай үйде салып көреді. Бірақ бір күні ол ренжіп, ашумен суретке бұлт пен найзағай салып жібереді. Сөйтіп аспан шынымен түнеріп, жаңбыр жауып кетеді. Сол кезде Әли түсінеді. Бұл қаламның күші тек жақсылыққа арналуы керек. Ол қаламмен енді тек игі істер жасайды. Үйі жоқ адамдарға үй, достарына тәттілер мен кітаптар салып береді. Ауылдың бәрі оған риза болады. Күндердің күнінде қалам өздігінен жарқырап, аспанға көтеріліп кетеді. Артында тек мынандай жазу қалады. Жақсылықпен бөліскен қалам нағыз сиқыршының қаламы. Содан бері Әли ешқандай сиқырсыз да өз қолымен сурет салып, адамдарға қуаныш сыйлап жүр екен. Сабақ. Сиқырлы заттардан бұрын адам жүрегіндегі мейірім ең үлкен сиқыр екенін білейік. Соңы.